Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз өнім, жұмыс және қызмет көрсету сапасын құқықтық реттеу. Өнім, жұмыс және қызмет көрсету бұл бізде кәсіпкерліктің басты іс-әрекеттері, яғни адам кез келген кәсіпкер тұлға, яғни кәсіпкерлікпен айналысқан кезде осы аталған іс-әрекеттер жасау арқылы пайда табады, ол өнім өндіру, жұмыс жасау және де қызмет көрсету. Енді бұлардың сапасын құқықтық реттеу қалай жүзеге асырылады, осы лекциямызда қарастырамыз. Бірінші бұл өнім, жұмыс және қызмет көрсету сапасын құқықтық реттеу дегеніміз бұл тауарлар мен қызметтердің сапасын қамтамасыз ету үшін қолданылатын құқықтық нормалардың жүйесі. Сапаны, жалпы сапа дегеніміз білеміз не екенін. Бұл сапаны құқықтық реттеу қоғамның, экономиканың дамуына, сонымен қатар мынау өндіріліп отырған өнім, сатылып отырған тауар, қызмет, жұмыс, бұның барлығы азаматтардың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақталған, ұлттық және де халықаралық нарықтағы өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Есіңізге салып кетейік, осы күнге дейін өткен тақырыптарымыздың ішінде біз монополистік қызметті өткен едік. Осы монополистік қызметте біз монополистік қызметке тыйым салу, яғни бәсекелестікті арттыру, осы аталған іс-әрекеттердің, кез келген өнімнің, жұмыстың, тауардың жаңағы сапасын арттыруға қажетті осы нәрсе деп есептегенбіз, яғни бәсекелестікті арттыру жұмыстары. Өнімдер мен қызметтер сапасын құқықтық реттеудің бұл жолдағы басты мақсат бұл тұтынушылар деп отырған клиенттердің құқықтарын қорғау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоғамдық игілікке қол жеткізу болып табылады. Осы сапаны құқықтық реттеудегі басты принциптерді мыналарды алуымыз керек. Принциптер ретінде, яғни принциптер, қағидалар. Бұл ең бірінші тұтынушының құқықтарын қорғау. Тұтынушылар, яғни клиенттер осы өнімді, қызметтің сапасына, олардың қауіпсіздігіне, олардың сәйкестігіне қатысты сенімді ақпарат алуға құқылы. Сонымен қатар сапаның сәйкестігіне стандарттарға сәйкестік. Өнімдер және де қызметтерге қойылатын сапа стандарттары ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес болуы керек. Сонымен қатар мына принцип бұл мемлекеттік бақылау және де қадағалау принципі. Бұл мемлекет жалпы сапаны қамтамасыз ету үшін бақылау, лицензиялау және сертификаттау сияқты құралдарды пайдаланады. Біз білеміз, кез келген азық-түлік дүкеніне кірген кезде біз кез келген тауарды әрине сыртын оқып, сыртында ол тауар туралы, өнім туралы немесе ақпарат болады. Ол қай жерде өндірілді, қашан өндірілді, оның құрамында не бар, міндетті түрде жаңағы сапаның әртүрлі белгілері, халықаралық белгісі, қазақстандық белгісі, қазақстанда жасалған немесе мақұлданған деген белгілер міндетті түрде тұрады. Бұл кез келген өнімде болады, азық-түлік болсын, жуынатын, яғни құралдар болсын, заттар болсын, өнімдер, киім болсын, кез келген жаңағы өнімде, тауарда ол жерде сапасының жаңағы ол туралы ақпараттар болады. Бұл оның сапасын білдіреді ауысқан кезде. Кез келген бұл тауар, қалам сатылса да, ол белгілі бір халықаралық стандарттарға және нормаларға сай қолданылады. Бұл жердегі басты мақсат әрине бұл жерде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Біз кез келген мысалға дүкенге кірген кезде кез келген суды, сатылымдағы, нарықтағы мысалға суды біз қорықпай алып, әрі оны тұтына береміз. Неге? Өйткені біз білеміз, мемлекет осындай жаңағы принциптерді негізге алып отырып жұмыс жасайды. Және де бұл өнім, тауар, қызмет, жұмыс, бұның барлығы заңмен қорғалатынын білетін мемлекетте өмір сүргендіктен біз осы жаңағы принциптерді негізге алып, осы қорықпай жаңағыдай тауарлар тұтына береміз. Яғни сапаға қойылатын қандай құқықтық талаптар бар? Сапаға қойылатын талаптар бұл өнімнің түріне, оның қолданылу саласына, қауіпсіздік деңгейіне және қызмет көрсету саласына байланысты ерекшеленеді. Сапа талаптары мыналар. Бұл ең бірінші қауіпсіздік. Өнім немесе қызмет адамның денсаулығына, қоршаған ортаға зиян келтірмеуі тиіс. Сосын функционалдық сипаттамалар. Бұл жерде өнімнің немесе қызметтің мақсатқа сәйкес тиімді жұмыс істеуі. Сосын экологиялық талаптар. Өндіріс процесін және өнімді қолдану кезінде қоршаған ортаға минималды зиян келтірілуі тиіс. Мысалға бізде білеміз, пластикалық заттарды отқа тастамау, немесе жаңағы урналар дейміз ғой, ол жерге пластиканы бөлек, яғни химиялық қоспасы заттар, тағамдарды бөлек салу деген сияқты. Бұның барлығы былайша айтқан кезде стандарт болып табылады. Бұл барлығымызға ең бірінші адамдардың денсаулығы үшін, екіншіден экология үшін қажетті кез келген өнім
күнделікті қарапайым өмірде қолданылатын болсын, иә, немесе бір құрал жабдық болсын, иә, арнайы мақсатта пайдаланылатын, бұның барлығы белгілі бір стандарттық сапаларға сәйкес. Сосын біз білеміз лицензия деген түсінік бар, иә. Лицензияны, яғни өнімді өндіру үшін де, оны сату үшін де, иә, бізде лицензия бар. Дүкен болсын, жаңағыдай завод, фабрикалар болсын, иә, не болсын. Неліктен? Өйткені ол осы іс-әрекетпен айналыса ала ма, жоқ па, иә, соны мемлекет бақылап қадағалайды. Одан кейін ол лицензияны алғаннан кейін де сол лицензияның негізінде оны кәсіпкерлерді, иә, біз білеміз, шағын әрі орта кәсіпкерлерді осындай жаңағы мемлекеттік органдардың тарапынан бақылау қадағалау жұмыстарын жүргізеді. Ол мына көрсетіліп тұрған сапаның талаптарына сай ма, жоқ па деген іс-әрекеттерді қарайды. Енді бізде стандарттардың негізгі екі түрі бар. Біріншісі бұл мемлекеттік стандарттар, яғни мемлекеттік деңгейде бекітілген және міндетті болып табылатын стандарттар. Сосын бізде халықаралық стандарттар бар, яғни бірқатар елдерде қолданылатын және жаһандық сауда мен өндіріс үшін стандартталған талаптар. Олар не үшін қажет? Өйткені жаңағы экспортталатын тауарлар бар, бізде импортталатын тауарлар бар деген сияқты. Бұл тауарлардың барлығы халықтардың арасындағы қандай да бір стандарттарға, нормаларға керек. Неге? Өйткені біз білеміз, кейбір халықтар қолданылатын өнімді кейбір мемлекеттер оны қолданбауы мүмкін деген сияқты. Енді бізде осындай халықаралық стандарттың түрі бар. Ол ISO деп аталады, яғни сапа менеджменті жүйесін реттейтін стандарт. Бұл стандарт барлық өнімдерге және де жаңағы тауарларға керекті стандарттың түрі болып табылады. Енді сәйкестікті бағалаудың негізгі әдістері бұл бірінші әңгіме сертификаттау. Ол өнім немесе қызметтің сапа стандарттарына сәйкестігін арнайы сертификатпен растау. Сосын лицензиялау, қызмет көрсетушілерге немесе өндірушілерге сапа талаптарына сәйкес лицензия беру, және де аккредитация деген бар. Бізде аккредитация бұл сертификаттау мекемелерінің өздерінің сапасын растау үшін аккредитациядан өтуі. Сапа деген нәрсе бұл тек қана кәсіпкерлерге ғана емес, сонымен қатар кез келген қоғаммен жұмыс жасайтын заң тұлғалардың, жеке тұлғалардың барлығына бізде сапа деген түсінік беріледі. Жаңа айтқанымдай, сертификат бізде беріледі, жаңағы бұл іс-әрекеттің белгілі бір сапаға сәйкес екенін білдіреді. Лицензия бұл бізде рұқсат, аккредитация деген жаңа лицензиядан кейінгі тексеріліп отыратын былайша кезде бақылау, қарапайым тілмен айтқан кезде. Бұл аталғандардың барлығы осы жаңағы сапаны құқықтық реттеу үшін қолданылатын негізгі әдістер болып табылады. Енді Қазақстанда өнім, жұмыс және қызмет көрсету сапасын құқықтық реттеу, құқықтық негізі бұл әрине заңнама. Сол заңнаманың бірі бұл Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң, техникалық реттеу туралы заң, сондай-ақ жаңағы аталған мемлекеттік және де халықаралық сияқты стандарттар, бұлар негізгі құжаттар болып табылады. Мысалы, жаңа аталып өтілген тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңды алатын болсақ, ол заң тұтынушылардың сапалы өнімдер мен қызметтер алу құқығын білдіретін заң. Бұл жерде тұтынушылар қандай құқықтарға ие, және де егер кәсіпкер өзі өнім өндіріп немесе тауар сатып отырса, осы тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңға сәйкес барлық тұтынушылардың құқықтарын сақтауы қажет. Немесе техникалық реттеу туралы заң. Ол техникалық регламенттер мен стандарттардың өнім мен қызметтерге қатысты талаптарды анықтайтын бекет. Мысалы, біз қарапайым мынау техникалық құрал-жабдықтарға, компьютер, телефон, міндетті түрде оның жаңадан сатып алған кезде құжаты болады. Кез келген нәрсенің құжаты болады. Ол құжатта оны қалай пайдалану керек, оны неден сақтау керек, ол неден жасалған, қалай жасалған деген сияқты мән беріп ашып қарайтын болсақ, кез келген өнімнің, тауардың өзінің құжаты, ол туралы берілетін ақпараттар болады. Бұның барлығы осы аталған заңнамаларда көрсетілген. Енді стандарттау дегеніміз бұл ең ұтымды нормаларды табатын қызмет болып табылады. Ал содан соң жаңағыдай стандарттың үлгілері, нұсқаулары, өнімді әзірлеудегі талап әдістемелері нормативтік құжаттарға тағайындап қояды. Стандарттаудың басты мақсаты, стандарт деп отырғанымыз, яғни барлығының бір сапаға лайық болып талапқа келуі. Стандарттаудың басты мақсаты, міндеті, яғни халық шаруашылығының, халықтық еліміздің базасының экспорт мұқтажы үшін шығарылған өнімге үдемелі талаптарды анықтайтын, сол сияқты осы құжаттарды дұрыс пайдаланудың бақылауды жаңағы нормативтік техникалық жүйе арқылы жасау болып табылады. Бұл аталған кез келген жалпы кәсіпкердің жасайтын іс-әрекеттің барлығы бұл міндетті түрде қандай да бір біріншіден құқықтық негізге сәйкес, құқықтық негіз яғни заңнамаға сәйкес, және де кез келген өнімнің өзінің жағдайына қарай өзінің стандарттарына сәйкес